амансыз. Hoş geldiniz. Сәлем бердік, құрмет қалайық. Алғырсыз қалайын алайын. Сен арғын бауырым бар ғой мен. Сол іріс баланың месінде сюрприз жасайтшы. Барып беріңші хабарына деп. Бүгін тойымды тастап әлгі. Үйдің тойы болып жатыр. Сенің де өзіңнің халқың бар. Бизнеспен айналысады екенсің. Кушондар сатады демесің жаңа. Мен ана кушонды тұтқам еді. Магазинге бармай қойын біреуімді ағын бересің. Ойбай болды. Мынау 220 флешка. Жаңадан менің 220-ды саған сыйға тартым. Халыққа көп жақсылық жасап жатыр екенсің. 101 үй беріпсің. Көппен бір. Алла разы болсын. Мен де сондай жасағым келеді, бірақ соны жол үйретсем, мен де үйлер болады. Өлең айтқаннан басқа қолдан ештеңе келмейді. Баршаңызға сәлем бердім. Жақсы адамдар сіздің кезіге қалса қарғашым дейтін, аман сау болсын мал басың дейтін. Жақсы көремін жақсы адамдарды, көңілі жанның қалмасын дейтін. Аузын ашса күн көрінетін, көңілдерінен күй төгілетін. Жанымда ылғи жақсылар болсын, бар менен жоқта бірге жүретін. Ылғи жақсылар болсын, бар менен жоқта бірге жүретін. Жалпы мектеп кезінен анау қазақтың ерке қызымын деген әнді айтып, билеп, сізге еліктеп өспеген мынау қазақтың ауылынан шыққан қыз жоқ шығар. Соның біреуі міне өзіңіздің алдыңызда тұр. жаман болған жоқсыз енді. Қалықтарыңыздың өзіміз жаттап алатынымыз ғой, апа, бір көргенде бет тұрып. Ең бірінші осы ару қала Алматыға келгенде бір тойда мен официант болып, яғни даяшы болып жұмыс жасап жүрген кезде, Мақпал апа, сіз ортада билеп, ән айтып келдіңіз да, жастардың бәрінің бақыт тілеп қолдарын алдыңыз. Маған қолыңызды бүйтесіз ғой, мен қалтырап дірілдеп, ана жерде қолыңызды әрең алғам. Сол күн мен үшін бір тарихи күн болған. Бекер алмаған екен ба? Бекер алмаппын қолында. Еңбегің жана берсін, өсе бер, халықтан батаны ала бер. Қазақ жалпы бар болса бере алмайды, жоқ болса көре алмайды. Кейде бір тілі шығандар бір артық ауыз сөз айтып болғанда бола береді. Мына жақта сіз үшін төбелесіп отыратын біреуіміз. Қазақ емес, ол барлық ұлтта бар. Иә, ол барлық ұлтта бар нәрсе. Ондай адамдарға ренжуге болмайды. Ол да бір ауылдың түрі. Ол кісілер айтып салып қойып. Біз сіздің артыңыздан өсіп келе жатқан сіңілдеріңіз, сіздің бағаңызды білсек, біз өте бақыттымыз. Рахмет, рахмет. Рахмет, Алла разы болсын. Халыққа ешқандай өте разы. Заң ішінде кушон. Адамдар Ассалаумағалейкум достар, Астанадан бір ғана мақсатпен келдім, Алматыға баспанамен татуласу болып. Ешкім білмейді, қазір жобасы болып жатыр, ішке кіреміз. Артта тұрған көлікті мен сыйластық ретінде, кешірім ретінде сыйға тартатын боламыз. Автокөлік мен саған сыйлық. Екеуміз туған бөлеміз ғой. Біз жаңағы нағашыларымыздың үйінде бірге өскенбіз.
менің мамамның туған әпкесінің баласы. Бала кезімізден бірге өскенбіз. Көршілік адам. Екеуміз 3 жыл алдын ренжісіп қалғанбыз. Сөйтіп 3 жыл сөйлеспей кеткенбіз. Mama, aşkıncesin bebeğim çok kötüdür. Ащы жесем мен бөпем жоқ болып кетеді. Ойбай, осы ащыны жегісі келіп жатыр ғой оның. Мың қараның ішінен менің таңдап алған әппағым, дәл қазіргі сәттерім ең бақытты шақтарым. Сені көріп әппағым, іздеп жүріп тапқаным ай. Artist kolyerімді киіп алдарыңызға шығып тұрмай айналайын да. Керемет билейді екенсіңіз бала. Бақытты бол. Сізге жету қайда? Ой, жетесіңдер ғой. Әлі мені дегенше көзді ашып жұмғанша. Уақыт деген тез өтеді. Тағы бір ән айтып берейін ба? Ойбай, сіз қалса екен деп тұрмыз ғой ішінде. Келгеннен кейін бір құт етсет біз дегенді мынау. Себебін білеміз. Білесіңдер өзіңдер. Сол уақыт менен что-то өтпей жатыр. Өтіп кететіндей болу керек еді өзі. Бибігүл, Қыраубекова Динара. Әйгерім Әлиқызы. Гүлім Сайлаубековна дейді. Сәуле. Сәуле деген қыз. Тігі. 500 мыңның алғашқы жеңімпазы. Кеттік. 36-ға. Газиза Адамқұлова. Екінші 500 теңге. 500 теңге деп, 500 мың теңге. Сымбат. Алло, сәлематсыз ба? Сәлеметсіз. Аха, есіміңіз? Қазиза, 12-сіда баламен жатыр еді ғой. 500 мың теңге ұтып алдыңыз, құтты болсын. Қоштымын. Алғашқы ұтысым, я.
алғашқы түсім. Аха. Астанада қызыма дүйсенбі күні операция жасау керек. Соны алып ем алып жатырмыз. Жыламаңыз, Алла шипасын берсін. Алла Ем шипасын болсын. берсін. Ғайза ханым, көп болып тілейміз, операцияларыңыз сәтті өтсін. Осы операцияның алдындағы бір жақсылық шығар Алланың сізге бертіп тұрғаны. Каспи номеріңіз осында ма? Осы номерде. Өзім үшін көп балалы анам, жүректе қуаныштымын. Мен былай жасайын, сіз 500 мың теңге ұтып алдыңыз. И Алла нәсіп етсе, сол көп балалы ана екенсіз, операцияға дайындалып жатыр екенсіз, тағы 200 мың қосып, мен 700 мың қып жіберем сізге. Әумин, сенім білдіріп қатысқаныңызға үлкен рахмет. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Алла нәсіп етсе, операциямыз жақсы өтті деп дайректте сүйінші сұраңыз. 700 мың теңге түсті ма? Жақсы, жақсы, аман болыңыздар. Дегенше Алланы шебер десеңші дейді. 12 мың теңгеге душқарын алған жиынтық, 15 мың теңгеге уход набор алдыңыз ба? 27 мыңға товар ала отырып, сіз 500 мың теңге ұтып алдыңыз, құтты болсын. Түсті ма 500 мың теңгеңіз? Жақсы, игілігіңізге пайдаланыңыз. Алғашқы тұс па? Сенім білдіргеніңізге рахмет. Түсіңіз емес, өңіңіз. Біз 500 мың теңгеден 2 адамға, 200 мыңнан 5 адамға ойнатамыз деген болатымыз. 200 мың теңгенің иелеріне қазір аудио жібереміз. 500 мыңнан 2 адамға звондадық. Қырық бес, 16, 62, 5 деп басталатын бізде бір көлікке 10 ғана үміткеріміз бар, қалқым, қараңыздар, мыңғырық емес. Так, мен примерно біліп тұрмын, ол адам кім екенін. Ол бізде Тасыбай Жазира. Свет жағыңыз, сіз көрінбей тұрсыз. Жазира ханым, құттықтаймыз. Тасыбай Жазира. Менен косметика алған бедіңіз? Иә, алдым. Қашан алдыңыз? Жаңа сағат 2-ке бір 15 минут қалғанда ма? Үлгеренші деп жаңа алған. Бір уходовый косметика алған. Енеме подарок етейінші деп. Уходовый набор, яғни бізде 15 мың теңгелік уход наборға 3 жеке билет номер берілді. Алла нәсіп етсе, Алматыға келіп, көлігіңізді тізгіндеп алып кетесіз. Сенім білдіріп қатысқан баршаларыңызға шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Алла нәсіп етсе 5 мамыр күні жоба басталғаннан, жоба аяқталғанға дейінгі жандардың барлығы осы біздің Алматыда орналасқан құны 60 миллион теңгелік үйдің ұтысына толықтай қатысасыздар.